Ассаламағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып отырмын. Қазақ елі, мынау келіп жеткен 2023 қоян жылы құтты болсын. Осы жыл халқымызға, елімізге, жерімізге бейбіт алып келсін. Қанды қаңтар енді қайталанбасын. Мынау 2022 жыл сол қанды қаңтармен есімізде қалды. Жүрегімізге жара салды. Сол жаралар жазылмайынша әр қазақтың жаны тыныш таппайды деп ойлаймын. Міне осы жылы ниетіміз ақ болсын, нанымыз көп болсын, кедейшілік азайсын, қымбатшылық тоқтасын. Сол үшін ұмтылайық, соған қарай бет бұрайық. Демократиялы да бейбіт өмірімізді қолға алып, болашағымызға қарай бет бұрайық. Қазақ елі, бірігіңіздер. Мынау жаңа жыл өзінің жаңалықтарымен келеді. Әр жыл өзінің бір жаңалықтармен есте қалады. 2022 басталысымен қанды қаңтармен есте қалды. Сол жылдың қалай өтіп, қалай қойғанын білмей де қалдық. Қанды қаңтарды қайғырумен. Сол қайғының бәрі 22-де өтсін, кетсін. Осы 23-те бәріміз бір кісідей ат салысып, сол кездегі шет болған, құрбан болған жастарымыздың, бауырларымыздың, қандастарымыздың атын ақтауға ат салсайық. Бірігейік, бірлігімізді арттырайық, ортамызды толтырайық. Сөйтіп бәріміз бір ауыздан ОДКБ-дан шығатынымызды, Евразия одағынан шығатынымызды, Ресейді еш жағынан да қолдамайтынымызды, Ресейдің Украинаға ашқан соғысына түбегейлі қарсы екенімізді бәр жерде насихаттайық, бәр жерде айтып жүрейік. Бәріміз бірігіп, X күнін жақындатып, демократиялы да бейбіт өмірімізге бет бұрайық. Алға қазақ елі!